Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы кеш, қадірменді футзал жанкүйерлері. Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр. 26-шы тур аясында Ақтауда Каспий мен Семей командалары екінші матчын өткізеді. Бұл екі клуб жалпы осы маусымда екі түрлі мақсатты орындап жатыр. Турнир кестесінде екі түрлі орында. Семей көшбасшылардың бірі, фавориттердің бірі. Дәл қазір екінші орында тұралы Каспий. Өкінішке қарай ақтаулық команда дәл қазір соңғы орында тұр. Жақсылық Әлішбаевтың командасы ұпай алмағанына біраз уақыт болып қалды. Аслан Смақов екі бапкер де осы маусым барысында команда тізгінін ұстады. Қаражанов 5, Дуглас Риси 7, Эвертон 11 және матчтағы алғашқы голды қараңыздар. 18 секундта гол соғып үлгерді Семей футболшылары. Есеп 1-0. Күтпеген жерден командалардың құрамында толықтан сырып үлгермедік. Жасап қалар деп ойлаған едік, бірақ артынша Ринат Төреғазин қазір тағы бір гол көруіміз әбден мүмкін. Расмен Ринат Төреғазин ойынның 3-ші минутында есепті 2-0 қылды. Семейді аямай, Семей футболшылары Каспийді аямай ортаға пас және тағы бір соққан жатыр. Төреғазиннің осы маусымдағы бұл 7-ші голы. Джайми тамаша сейф. Каспийде қара жаяу команда емес, соңғы орын тұрса да Джайми тағы бір сейфтің авторы атанды. Қазір Семей шабуылда. Ақжол Қайратұлы тоқтата алды, қапталға пас берді, соққы Джайми. 3-ші сейф. Аслан Смақов Семейде спорт директоры болып қызмет атқарған. Ой, қазір 3-ші гол кіріп кетті қақпаға. Деде Зейню дубль. Андерсон матчтың 10-шы минутында тағы бір голдың авторы атанды. Міне, бразилиялық футзалшының деңгейі осындай. Топ келді, өте ыңғайсыз позиция секілді көрінді, бірақ допты бағанаға тигізіп тұрып, Феррао содан бері алаңға шықпай жүр. Джайми допқа бірінші жетті. Және Семей қақпашысы жарақатталып қалған секілді. Никита жоқ бүгін құрамда. Каспий тағы бір соққы жасады. Эвертон Флоренцио да Силва толық аты жөні. Каспийдің 11-ші нөмірі жасаған соққы. Эвертон ортаға ойысты, қақпа маңында. Автогол кіріп кете жасады Төреғазин. Әлде болса Каспий шабуылда соққы жасайтын кім бар? Ешкім жоқ. Батырхан Кенжеғали жарақат алып қалған секілді. Орнынан тұрды. Ал бұл жерде қақпаға соққы. Деде Зейню хет-трик жасауға жақын болды. Алдымен Кандидо депкен доп. Аға Ниязов ортаға пас, Литовский қапталға жеткізді. Литовский мүмкіндік. Қақпаға соққы және Каспий есеп айырмасын қысқарта алды. Батырхан Кенжеғали, Литовский екеуі керемет ұйымдастырды бұл шабуылды. Осы жерден теуіп көреді. Қақпашы орнында Атантаев пенальти сұрап жатыр Каспий. Және төрешінің ысқырығын естідік. Батырхан Кенжеғалиге қарсы Рейси қақпаға соққы және есеп 2-3. Каспий 0-2 есебімен жеңіліп жатып есеп айырмасын қысқарта алды. Батырхан Кенжеғали артынша Рейси пенальтиден гол соқты. Кандидо Семейдің 20-ші нөмірі сол қапталға жеткізді. Төреғазин қақпа маңына және Деде Зейню хет-трик. Есеп 4-2 Семей. Екінші таймда сүріңсіз ойын көрсетіп жатқанымен ел чемпиондары мүмкіндігін пайдаланды. Төреғазиннің пасынан кейін Деде Зейню алға шығарды Ресейге. Қақпаға соққы қайшылайда теуіп үлгерді, бірақ әлі сақтаулы. Себебі бәйтеректен бір ғана ұпайға қалып тұр. Семей 5-ші голын соқты. Есеп 5-2. Тура кешегі сценарий расымен жалғасып жатыр. Қайратұлы
шабуылға араласқан тәуекелге барды алаң иелері, дегенмен сонымен матч аяқталды. Есеп 5-2. Семей бүгін дәл кешегі нәтижені тіркеді. Тура кешегіге ұқсас болды. 3-0 есебімен Семей жеңіп жатты. Андерсон Недезени 18-ші секундта гол соққан. Төреғазин 2-0, Недезени 3-0. Батырхан Кенжеғали екінші тайм басында есеп айырмасын қысқартты. Ресей пенальтиден гол соқты. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.